Кәдімгі йогурт қой мына, міне. Мармеладтың беті сияқты болып тұр. M&M'сті саламыз. Skittles жасаған йогуртыма мен печенье салдым. Үстіне Skittles'дарды қойдым. Мынаған да міне печенье және де Skittles'дарды қойдым. Сәлем достар, сіздермен бірге Мысық Пысық арнасы. Бүгін біз өз қолымызбен йогурт жасап көреміз. Әрине интернетта бұл йогурттың жасау тәсілдері өте көп, бірақ біз бүгін өз тәсілімізбен жасаймыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге сүт керек, йогурт керек біреу, және де қант керек. Осы сүт пен йогуртқа мен қант қосқан болатынмын, бірақ енді қоспаған дұрыс екен. Ашытып қойып едім йогуртымды, сол дұрыс болмай шықты. Сондықтан қайтадан жасауға тура келді. Мен енді 6% сүтке қант салмай, Данон йогуртын өзім қостым. Оны түсірейін деп едім, қырсыққанда операторым ұйықтап қалды. Қанша оятсам да оянбай, енді сол сәт түспей қалды. Мейлінше сүт алған кезде ол кішкене майлылығы көбірек болса жақсы болады. Біз 3,2% сүт алып отырмыз. Және де йогуртымыз да майлы болғаны өте жақсы болады. Бұл 7,5% йогурт, соны қосамыз. Ал енді бастайық. Ал енді міне сүтімізді қосамыз. Құямыз мұнда ыдысқа. Бір кішкене йогурттан 1 литр мөлшерінде йогурт жасаймыз. Аздан көп қыламыз. Не құйып болды. Газды қосып, бұны 40-45 градус шамасында температураға дейін жеткіземіз. Міне температурасы 45 градусқа келді. Енді оның үстіне біз йогуртымызды саламыз. Міне йогуртымызды ашамыз. Негізі бір ас қасық салу керек. Мынаның өзі бірақ бір ас қасығын алсам, түбінде бір жарты ас қасық қана қалады. Сондықтан бұның барлығын саламын. Енді осы йогуртымызды қосқан, жақсылап тұрып араластырамыз. Өзіме де қызықты болып тұр. Шынымен де жақсы йогурт шығады ма деп. Себебі мұны мен бұрын істеген емеспін. Тек сіздермен бірге ғана осы Мысық Пысық арнасында осындай видеоларда түсіріп отырып, бірінші рет осындай йогурт тәрізді тағамдарды жасап көреміз. Өткен жолы нутелланы да бірінші рет жасап көргенмін. Осы жолы йогуртты бірінші рет жасап жатырмын. Бұндай тағамдарды жиі жасамайтыным, себебі бұларды сатып алған жеңілірек болады маған. Бірақ біз осы йогурт сияқты осындай бір тағамдарды жасап атқан арасында адамға өзіне бір қызық болады. Ал енді мына ыдысымыздың ішіне жаңағы жасаған йогуртымызды құямыз. Енді мына ыдысымызды дұрыстап жауып қоямыз. Дұрыстап жабылды. Енді осылай жылы бөлме температурасында қалдырамыз. Таңертең көреміз не болғанын. Сәлем достар, міне таң атты. Мен жасаған йогуртымды міне алдым. Шынымен айтсам, түнде жасаған йогуртым салған ингредиенттер маған ұнамады. Себебі біраз уақыт өткеннен соң ол ашмады. Сондықтан мен басқа сүт алдым. 6% және де қант салған жоқпын. Активия йогуртын қостым. Соны бірақ түсіре алмадым, себебі өте кеш болып кетті. Мен соны ашып көрейік. Бәрі бұрынғыдай тек қант салмадым. Себебі қант ашытуға кедергі жасады ма, сондай бір нәрсе болды. Не енді йогуртымыз
қоймалжың болып тұр. Сол бір 5-6 сағаттың ішінде осылай болды міне. Кәдімгі сүт 6%, йогурт активия және басқа ештеңе қосқан жоқпын. Бұрын бұлай жасаған жоқ болатынбыз. Тек йогурт жегіміз келсе, дүкеннен дайынын алып, соны жейтінбіз. Ал бұлай жасамайтынмын. Сіздерге жасап көрсетейін дедім. Енді қазір көреміз қалай шығатынын. Міне йогуртым, мына қараңыздар, қандай болып қалды. Кәдімгі йогурт қой мына. Мармеладтың беті сияқты болып тұр. Қоймалжың. Көрдіңіздер ме? Ал енді мен бұны стақандарға салайын. Ал міне енді жасаған йогуртымыздан 5 стақан йогурт шықты. Енді бұл әдемілеу үшін йогурттың бетіне біз шоколадты күтеміз. Міне M&M'сті саламыз, Skittles, печенье, және де міне посыпка деген болады, осыны қоямыз. Кім қайсысын ұнатады? Біздің үйде біреу йогурт печеньемен ұнатса, біреу шоколадтың күтіндісімен ұнатады. Ал басқалары M&M's, Skittles'бен ұнатады. Сондықтан не әртүрлі қылып алдым. Бәрінде жүрегіне қалағанындай ұнасын деп. Ал міне енді жасаған йогуртыма мен печенье салдым. Үстіне Skittles'дарды қойдым. Мынаған да міне печенье және де Skittles'дарды қойдым. Себебі үйдегі 2 балама осылай ұнайды. Мына жерге шоколадтың үгітіндісімен M&M'стер салдым. Мынаған да шоколадтың үгітіндісімен M&M'стер салдым. Мына жерге посыпка салдым. Мына йогуртым жылыда тұрды ғой, сондықтан жып-жылы болғандықтан езіліп қалды, шоколадым еріп кетті. Ал енді жасаған йогурттарымыз сіздерге ұнап жатса, біздің арнамызбен бірге болыңыздар. Комментарийларыңызды аямай жазыңыздар. Сіздердің жазған комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Және де лайктарыңызды қоюға ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Арнамызбен бірге болыңыздар. Пысықсып біздің мысық-пысық арнамен бірге болыңыздар. Және де осы видеоларымыз ұнап жатса, келесі жолы одан да жақсы видеолар түсіріп отыруға тырысамыз. Ал енді сау болыңыздар.